қазақ жігіттерінің бойынан табылу керек құнды қасиеттер қандай? Егер бір кәсібім өрге домалап жатса, жомарт кәсіпкерлердің бірі болатын шығармын. Қазірде жігіттеріміз жасап жатыр ғой, түрлі насихаттар жасап жатыр. Көбірек қайырымдылықпен айналысу керек. Айналып келгенде сол ғой, жомарт болу керек, ашық болу керек. Жас отанның трибунасына шығып сөйлеп жатқаннан кейін қоя бер дейсің. Сол мағалай. Арманға жету жолында айла керек деп ойлайсыз ба? Таза чименский болмағаным өкінем кейбір кезде. Сол сияқты мен бірінші таяқ жегем. Үнемі сондай болатын. Мінезді бағланның осы өмірдегі қорқынышы не? Қара көздерге, достарыма, мысалы, інілеріме мен тағы да бір ескертіп тұрып айтатын едім. Тек осы үш нәрседен алыс болса, жар таңдаудан қателеспесе, сосын құмар ойыннан аулақ болса, екінің бірі телефондарына, мысалы, олимп жазып алған ғой, букмекерскийлер. Түбі бәрі берекесіздікке алып келеді. Имансыз өтіп кетуден қорқамын. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі өсек емес бағдарламасының қонағы жігіттер тобының әншісі Бағлан Әбдірайым. Мен сені жақсы көрем, үмітсіз үміттеніп. Сен мені кінәлама, кінәлама, кінәлама. Қыз деген ана деп қана бағала, оны бағала. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Рахмет. Әңгіменің әлқиссасын жігіттерден бастасақ, жалпы осы күнгі жігіттерге көңіліңіз тола ма? Біздің жігіттерге ме, жалпы жігіттерге ме? Жалпы біздің қазақтың жігіттеріне. Енді мен ойлаймын, қай заманда да кемшіліктер, бір көңіл толмайтын жігіттер болған шығар. Мысалға айтатын болсақ, кезінде 6 ай отырар қамалын аламаған кезде, мысалы бір сатқын жігіттің сатқындығымен қамалының есігі ашылып, мысалы 6 ай бойы аламаған отырарды солай жаулап алды емес па? Сол сияқты сол заманның өзінде сатқындар болғаннан кейін бүгінгі заманның сатқындар бар шығар деп ойлаймын. Енді қазіргі уақытта кемшілік іздегеннен гөрі керісінше жігіттердің жақсылығын көбірек айтуға талпынып жүрмін. Өйткені тырнақ астынан кір іздей берсең, көп кемшілік табуға болады. Ол кемшілікті жасыратын ештемесі жоқ. Ол кемшілік менде де бар, сізде де бар деген сияқты. Сондықтан тек жақсылығын көріп, жақсы жағын ғана насихаттап айтқан дұрыс деп ойлап жүрмін. Жалпы Бағлан халықтың көзіне және отырардай алынбастай көрінеді. Сол сияқты сатқындардан сазай тартқан кездеріңіз болды ма? Енді Отырар сияқты. әркімнің бір өмір сүру ережесіне байланысты түрлі жан-жағындағы жігіттердің жасайтын опасыздықтары көп қой. Мен мысалы өнер саласында жүрсем, осы бір өнерден сондай бір кездестіруге болады. Мысалы кәсіпте жүрсең, кәсіптен кездестіруге болады. Сондықтан әртүрлі саладан ондай бір опасыздық жасайтындарды кездестіруге болады. Өзіңізді үлгі болам деп айта аласыз ба? Және қазіргі қазақ жігіттерінің сізге қарап, сіз сияқты болып өскенін қалайсыз ба? Енді жалпы адам өзін құрметтеу керек сияқты, ең бірінші өзін жоғары қою керек сияқты, өзін жақсы көру керек сияқты. Мынандай бір сөз бар емес па? Сені біреу қадірлесін десең, әуелі сен өзіңді қадірле деп. Сол сияқты ұқсағысы келетіндер болатын болса, кәдімгідей еліктейтін болатын болса, құба-құп көретін ем, қуанышты болар едім. Жалпы мен өз басым солай еліктеп, осы қоғамға ер азамат болып қосылып кеттім деп айтсам да болады. Сол сияқты еліктегендері дұрыс, ал енді жаңағыда айтқандай әркімнің өзінің кемшілігі бар. Яғни тек өзің ғана білетін, жақындарың білмейтін, ел білмейтін деген сияқты. Сондықтан барынша кемшілікті көрсетпеуге тырысам. Бір судан таза, сүттен ақпын деп айта алмаймын, өйткені бәріміз пендеміз.
Енді болғаннан кейін міндетті түрде кемшілік болады. Сондықтан мен енді кемшіліктерімді барынша жасыруға тырысам. Елдің алдында іні қарындастарға жақсы жағымнан көрініп, өз басымда жақсы өмір сүруге талпынып жүрмін. Сіз кімге еліктеп өстіңіз? Енді көп қой, мен өзімнің туыс ағаларыма еліктеп өскен, мысалға спортшыларға еліктеген, мысалға осы өнерде досым Жан сияқты ағаларымызға, мысалы Рамазан сияқты ағаларымызға еліктеді. Қазіргі таңда мысалға неге еліктемеске, елдің сүйіктісі болған мысалы Мейрамбек сияқты ағаларымызға, әннің майын тамызып керемет орындайтын Жұбаныш сияқты ағаларымызға неге еліктемеске. Дәл қазір мысалы барлық елдің көңілінен шығып тұлғаға айналып келе жатқан Сәкен Майғазиев сияқты ағаларға неге еліктемеске мысалға да. Сондықтан жақсы жағына қарай еліктеу керек. Ал енді біз отырып алып қазбалап осы аталған кісілердің барлығын кемшілігін іздейтін болсақ, міндетті түрде табылады кемшілік. Жаңа айтып отқаным сол ғой әңгіме барысында. Соңғы уақыттарда кемшілік емес, тек жақсылыққа қарай жақсы жағын көруге әрекет етіп жүрміз. Сіздің ойыңызша қазақ жігіттерінің бойынан табылу керек құнды қасиеттер қандай? Мәрттік қой, жомарттық. Қолы ашық болу керек деп ойлаймын қазақтың жігіттері. Бауырмашыл болу керек деп ойлаймын. Кең болу керек. Қазіргі уақытта өкінішке орай айтпаймыз деп отырып енді айта береміз ғой. Осы бір нәрсе жетіспейді. Жомарттық жетіспейді. Жомарттық болғанда енді мүмкін ондай кісілер де бар шығар. Өзіміздің арамызда достарымыздан да кездестіріп жатамыз ғой. Әр кәсіпкер, бір бай қуатты кісілер мейлінше жомарт болса екен деген менде бір ғана тілек бар. Мен бір сұхбатымда айтып едім, егер бір кәсібім өрге домалап жатса, жомарт кәсіпкерлердің бірі болатын шығармын деп. Өйткені қазіргі уақытта өзімде де басымнан қиыншылықтар өткен. Қазірде айналамда қиыншылық көріп жүрген азаматшыларды көрем, қаншама жанұяларды көрем. Сондайлардың бәрін көрген кезде әттең-ай деп жомарттың қолын жоқтық байлайды деген болып жүр қазір. Мейлінше біздің қазақтың жігіттері, әсіресе бізбен жасты жігіттер жомарт болатын болса, көп адамның қазіргі болып жатқан бір күнделікті бір проблемалар шешіліп жатар еді. Өмір сүру жеңілірек болар еді деп ойлаймын да. Өйткені өмір болғаннан кейін бірінің кәсібі өрге баспай қалуы мүмкін, бірінде бір жағдай болып қалуы мүмкін, бір шалыс басып кетуі мүмкін. Сондықтан біздің қазақтың жігіттері сондай болу керек. Кемшілікті жығылғанға жұдырық қылып етегінен тартпай, керісінше сүрініп кеткен азаматтарды көрсе арқасын қағып демеп, мысалы қайтадан қатарға қосып жіберу керек деген сияқты. Бір алдында бір не болды ғой, бір видеолары жақсы тарап жүрді. Бір жаңағыдай үйірін қарап жүрген тұлпар жаңағыдай арыққа түсіп кетеді ғой. Сонда арыққа түсіп кеткен кезде сол ауылдың кісілері жиналып, сол жаңа батпақтан айғырды шығарамыз деп қанша әрекет жасап талпынады, бірақ өкінішке орай шығара алмайды. Сонда сол ауылдың қариясы жаңағы жігіттерге ренжіген ғой, сендер қате жасап жатсыңдар. Бұдан шығарудың бір жолы, сендер ол жылқының намысына тиіп жатсыңдар деп ше. Сендер оны түрлі әрекетпен шығарам деп әрекет жасағаннан гөрі бір үйір жылқыны жанынан айдап өтіңдер деп. Сонда жаңа қарияның сөзін тыңдап бір үйір жылқыны жанынан айдап өткен кезде жаңағыдай батпақта жатқан арыққа түсіп кеткен айғыр өз күшімен, өз әрекетімен талпынып шығып кеткен ғой. Сол сияқты жігіттерді де солай алып қарайық. Мысалға бір сүрініп, бір үңгірге түсіп кеткен жігіт болатын болса, оны жаңағыдай бір амалын табу керек та, мысалға. Яғни не, мысалға деймін, бір кәсіпкер болатын болса, айтайық бір алаяққа түсіп қалды, немесе бір кәсібі төмендеп кетті да, банкрот болып қалды деп айтайықшы. Яғни соның жаңағыдай намысына тиетіндей әрекет емес, сол бір тығырықтан шығатындай жолын іздеп, сонда бір кеңшілдік көрсету керек.
осындай қасиеттер көбірек қолданып жатса әр қазақтың жігіттері, мен ойлаймын бәрі біз ойлағандай болатын шығар. Одан кейін тағы да бір мәселе, біз көп жиі айтамыз ғой, Сабыр Адайдың сөзі бар ғой, әр қазақ менің жалғызым деп. Біз оны тек қана бір тос айтқан кезде, немесе бір жиынға шыққан кезде, немесе бір сайлауға түссек па, немесе бір дауыс жинау керек болатын болса ма, немесе бір Инстаграмға, бір басқа бір әлеуметтік желілерде былай жаза береміз да, әр қазақ менің жалғызым, қазақтарды жақсы көремін деп. Яғни осы бұл күнделікті айтыла бергеннен кейін онша қадір де болмай кетті. Осы сөздің қадіріне жете білу керек та. Осы тереңірек түсіну керек осы. Бірақ ауыз сөз ғой. Соны тереңірек түсіну керек. Сонда біз ойлағандай болады деп ойлаймын. Барлығын көңіл толмайды деп айта беруге болады. Десек те осы бір көңіл толмайтын нәрселерге бізде сізбенен біз болып соған жұмылып әрекет жасауымыз керек. Расында да аузымыз толтырып мақтанып айтамыз ғой. Біз қыз алыспаймыз жет атаға дейін деп, әлемдегі ең қаны таза қазақпыз деп, кешегі алаш зиялыларын айтамыз. Мысалы, кешегі жоңғарлардан қорғаған батырларымызды мысалға ауыз толтырып мақтанып айтамыз ғой. Десек те біздің о заманнан келатқанда біз расында да тек тұрпақ екенімізге, біздің жанымызда, қанымызда таза қазақ екені ол бастан белгілі. Қазірде бөлініп бұлғанып қалған ешкім жоқ. Десек те сол бір ауызбіршілікке көбірек шақырып, қазірде жігіттеріміз жасап жатыр ғой, түрлі насихаттар жасап жатыр. Сол сияқты түрлі насихаттар жасау керек. Көбірек қайырымдылықпен айналысу керек. Жалпы сол айналып келгенде сол ғой, жомарт болу керек, ашық болу керек. Сөзіңізді айтып өттіңіз, етектен тартатындар болмаса екен деп. Ал сіздің өмір жолыңызда сізді қуаттап қамшылағандар көп болды ма, әлде етек бастылар көп болды ма? Енді көбірек қамшылағандар көбірек деп айтсам да болады. Өйткені жан-жағымда таспен емес, доспен қоршаған азаматтардың бірімін деп айтуға болатын шығар. Достан бөлек ең әуелі маған демеу беретін кәдімгідей қазақ халық екеніне мен кәдімгідей көзім жетті, нық сенімдімін. Өйткені біз жігіттер тобына 15 жыл болды деп қазір биыл айтып жүрміз ғой. Осы 15 жылдың ішінде мен түрлі кәсіп жасап көрдім да. Сол әр саланың кәсібін жасап келіп, соңғы уақыттары мен кәдімгідей елден алыс кетпейтініме, менің ризық несібем елдің арасында екеніне, менің кәсібім осы өнер екеніне толық көзім жетті. Содан кейін қазір халықтан, елден бір қадамда алыстағым келмейді. Керісінше 10 қадам жақындағым келіп, сондай халыққа деген құрметім, халыққа деген махаббатым көбірек артып келе жатыр. Сондықтан енді бұрын енді айтылатын еді, мен онша мән бермейтінмін. Расында да қазір мен демеушім де, сүйенішім де, қолдаушым да тек осы өнерімді бағалайтын қазақ халқы. Қазіргі жігіттердің бес қаруы не? Дәл қазіргі уақытта ма? Көлік шығар бірінші қару. Сосын кейін өзінің жанұясы, кәсібі, ортасы, достары. Солай шығар енді бес қару. Әлеуметтік желіге жақынсыз ғой? Көп отырасыз ба? Көп те емес, аз да емес. Байқаған көп нәрседен хабардарсыз. Әлеуметтік желі көп нәрсе салып жүресіз. Қазіргі қоғамда сізді алаңдататын қандай жағдай? Дәл қазіргі ма? Елдің тыныштығын бұзып, бір ақыл айтқыштар болады ғой. Елдің кемшілігін айтып, бір олқылықтың орнын толтырамыз деп бас көтеріп жүргендер, кішкене елдің мазасын алып жүргендер. Сол мағалайды. Өйткені біз қазақ халықпыз ғой, бір сенгішпіз, ергішпіз. Жаңағыдай біреу мақтаса
жаңағыдай қарусыз жауға шауып кете беретіндей сондай бір ерекшелігіміз бар да, осыны пайдаланып өз ел арасына іріткі салатындардан қорқамын. Өйткені айрандай үйіп отқан қазақтың ауызбіршілігін ретке келе алмай жатқан кезде осы мүмкіндіктерді пайдаланып іріткі салып атқандарға сол іріткі салатындардан қауіптенемін дәл қазіргі уақытта. Қазақ еліктегі халық деп жатырсыз. Өнердегі бауырларыңыз Европаға, басқа жақтың мәдениетіне еліктеп азғындалып жатыр деп қорықпайсыз ба? Қорыққанда қорқам, өкінішке орай ол тек мен сізбен біздің қолдан келетін жұмыс емес. Біз енді алдында да бір-екі сұхбаттарымда сырға таққан туралы, шаш бояғандар туралы айтып жүрдім ғой. Өкінішке орай ол менің қолымнан келетін нәрсе емес, ол сіздің қолдан келетін нәрсе емес. Оны біздің арналар сондайларды көрсетіп жатқаннан кейін, яғни солар қолдап жатқаннан кейін, жас отанның трибунасына шығып сөйлеп жатқаннан кейін, қоя бер дейсің ғой, не дейсің басқа? Жалпы олар қарсы. Қарсы болғанда мен ешкімге қарсы емеспін, мен музыкаға қарсы емеспін, мен өнерге қарсы емеспін. Мен қарсымын жігіттердің қызданып бара жатқанына қарсымын. Сыртқы келбетіне ғана қарсымын. Өйткені неге десеңіз, кезінде Гитлер өзінің соғысын ашатын кезде ең алғашқы соғыс ашатын елдеріне ең бірінші музыкаларын жіберген. Яғни арзан, жеңіл, оңай әндерді насихаттаған. Өйткені сол жеңіл әндерді жаттаған, сол әнді тыңдаған адамның біз білмейтін құпиялары бар сияқты. Біріншіден рухыңды өшіреді, намысыңды өшіреді, тұрақтылығыңды өшіреді. Сол сияқты біз білмейміз, музыка біздің немізді, ішкі жан дүниемізді кәдімгідей төмендетіп тастайды. Яғни айтайын деген, музыка деген бір үлкен тәрбиелеуші құрал ғой негізі. Сондайдан қорқамын. Яғни менің ойым, бұлар өздерінен бір қаражат жинап, бір спонсор тауып, дәл сондай бағытта таңдап, сондай киім киіп, елдің алдына өздері шыққан жоқ деп ойлаймын. Яғни олардың да ата-аналары бар, олардың да біз сияқты бауырлары бар. Мен өзімнің ойым. Олардың да атасы бар ауылда. Әкесінен, шешесінен қайырып отыратын мысалға да. Оның да туған туысқандары бар. Яғни мен ойлаймын, бұлар өз еріктерінен бұлай жасап, бұлай сахнаға шығып жатқан жоқ сияқты. Бұл да бір сырттан келетін үлкен, біздің қолымыздан келмейтін күш сияқты. Мен өз басым солай ойлаймын. Әйтпесем, айтылды ғой, дәл мен өзім оларға мысалы жетеріне жеткізіп тұрып айтқам. Яғни олар құлақ асып атқан жоқ, менен басқа қаншама жігіттер айтып отыр мысалға да. Сол сырға таққан жігіттер өңірлерге барып концерт қояды, қаншама жігіттер бас көтеріп концерттерін қойғызбай жатыр да. Бірақ соған қарамай бұлар әлі осы бағыттан таймай келе жатқан, яғни ол өз еркілеріндегі іс емес. Бұл сырттан бір кәдімгідей күш. Қазіргі жастарға қарасақ, басым көпшілігі солар тыңдайды. Ал қаншалық созылады деп ойлайсыз осы процесс? Созылғанда бұл бір белгілі бір нәтижеге жеткізбейінше қоймайды ғой. Осының кесірінен ұрпақтарымыз азғындалып, я болмаса соларға еліктеп. Жоқ, болса да азғындалады. Өзің ойлашы, мысалға да үйде отырсың, туған інің өзіңнің да. 12 жасарда туған інің отырды, шашын сап-сарыға бояп алған, сырға тағып. Ойлашы, бір дастарханда шай ішіп отырсың да. Көзің үйренеді оған. Бір күн манау ағаңның баласы солай жүреді. Бір күн әпкеңнің баласы солай жүреді. Сосын түрлі боялғандар 5-6 інішегің қасыңда жүреді. Өзіңде
көзің үйренеді, уже етің үйренеді. Бұның барлығы айтып тұрмын ғой, сыртқы күштерден келетін саясат сияқты. Мысалға, Корей халқында кезінде әлі күнге дейін бұлардың мәдениеті жоғары болып есептеледі ғой. Әсіресе жастардың үлкендерге, туристерге көрсететін мәдениеті, ілтипаты әлемді аузына қаратқан. Яғни бұларда сол бір сондайдың құрбаны болды ғой. Қазір сол мәдениетті, сол ілтипатты қазіргі жастарынан көре алмайсың. Қызың бала болып бара жатыр, образына бала, қыздың образына ауысып бара жатыр. Бұны бір қалталы көгілдір көке деп айтайықшы енді. Сол Кореяға барады, сөйтеді де жаңағыдай ақшасын шығарады, түрлі продюсерлердің басын қосады да, менде осындай қаражат бар, маған 4-5 баладан құралған топ жинап бер дейді. Топ жинап береді, ақшасын төлейді, жақсылап тұрып сырғасын тағады, шашын бояйды, сахнаға алып шығады, соны насихаттайды. Яғни ол жаңағы көгілдір көкеміз солай жасап отырып, оған не ақшасы көп жасайды да, ол содан өзіне ләззат алады. Өзіне ләззат алады, аналар әбден танымал болғаннан кейін көңілі қаласа біреумен жата салады, екінші біреумен сүйісе салады деген сияқты. Ол өзінің рахатына, өзінің ләззатына азғындауға жасалған нәрселерді елдің арасына кіріп кетеді да солай. Сондықтан бұл бастапқысы солай басталған. Ертең түптің түбінде біздің де көзіміз үйренеді. Жаңағыдай ініміз дастарханда отыра беретін болады, үйреншікті болып қалады. Сосын көшеде кетіп баратсақ, бір бала шағаңмен демалуға, мысалға, бір саябақтардың ішіне кірсең, қол ұстасып баратқан екі жігітті көрсең де таң қалмайсың. Яғни көре берген сайын адамның көз үйренеді, ниет үйренеді. Содан соңы сондай болайын деп тұр ғой. Құдай сақтасын бірақ. Ұлтшыл деген ұғым бар, және ұлтжандылық деген. Ұлтшыл болған дұрыс па? Ұлтжанды болған дұрыс па? Ұлтшылдан гөрі ұлтжандылық болған дұрыс шығар. Өзіңнің ұлтыңа, тіліңе, дініңе жаның ашып, соған қызмет етіп жүрсең. Ал енді ұлтшылдық мен үшін қауіпті сияқты. Өйткені өзіңнің ұлтынан басқа ұлттарды адам орнына көрмейтін азаматтар бар ғой, мысалға. Олай ұлтшылдық дұрыс емес сияқты, мен ойымша. Мен өзім ұлтшыл емеспін. Ұлтжандымын, да. Мысалы, өзіңіз айтып өтсеңіз, ұлтыңыз үшін қаншалықты еңбек сіңіріп жатырмын деп ойлайсыз? Менің еңбегім дәл қазір тілімді бұрмаламай, сөзімді арзандатпай, бір мағынасы бар ән орындап жүргенім мен қазақ үшін жасап жатқан еңбек деп ойлаймын. Бір ғана мысал келтіретін болсам, мен енді осыдан бір 7-8 жыл бұрын мысалға да, қыз деген ана, ана деп қана бағала, оны бағала деп мысалы ән жаздым да, әлі күнге дейін айтамын. Менің бір түсінетін, менің бір сенетін бұл қазақ радиосының деп айтайыншы, біздің мысалы радиоларымызда алтын қорға енген әндердің бірі деп айтатын едім да. Өйткені бұл әнді 10 жылдан кейін тыңдасаң да сол сөз өзінің қадір қасиетін сақтап қалады. 20 жылдан кейін тыңдасаңыз да, 50 жылдан кейін, бәлкім 100 жылдан кейін тыңдасаңыз да, сол сөз өзінің қадір қасиетін сақтап қалады. Яғни мен өнерде жүргеннен кейін мен осындай нәрселерге жұмыс жасап, осы қазақ үшін осындай әндер қалдырып жатырмын деп өзім ойлаймын. Әйтпесем, неше түрлі әндер жазуға болады. Рейтинг үшін, болмаса өзімнің жеке қалта қаражатым үшін қолымнан келеді. Жаңағыдай түрлі образымды өзгертіп, стилімді өзгертіп, керек болса бір билеп беруге де, шоу жасауға да, тек бір қаражат табу үшін мен ондай әрекеттер жасай аламын. Бірақ мен оған бір ұяңдығым, ауылда өскендігім,
ұятым ондайға жібере қоймайды онша. Ән тақырыбында сөз қылып жатырмыз. Әннің сөздеріне қатты мән бересіз бе? Барынша мән беремін, Өткенде біздің бағдарламаның бірінші қонағы болып Жүрсін аға келген. Сол кісі жаңа сіз айтқан топтарға бір сыни көзқарасын айтқан, сіз тағы бір-екі өлеңге сын айтты. Сіздердің Балқадиша деген өлеңдеріңізге сын айтты. Ыбырай дегенде тек айтпау керек, құшақтап қара жерді жылаған деп емес, құшақтап жылаған деп Иә. Алпы осы сөзін кім өзгерткен және қазір түзелген сол? Жоқ, түзелген жоқ. Күйеуің 85-те Шалқадиша деп, енді оны мен өзгерткен жоқпын да, оны кеше кісілер, осы қазіргі көзі тірі кісілер өзгерткен жоқ. Ол болса да кеңес дәуірінде бай қуатты кісілерге жас қыздарын берген кездері де болды мысалға да, жан бағып қалу үшін деген сияқты. Енді ол болса да барлық қазақ біледі ғой. Біз осы әнді орындаған кезде расында да біз өңілмей, тарихына өңілмей біз жаза салдық. Яғни біз енді оны алып аспаннан ала салған жоқпыз, ол бізге дейін де күйеуің 85-те Шалқадиша деп айтылып жүрді. Неге соға дейін сол сөз сынға ілінбеді? Жігіттер орындап шыққан кезде, яғни бұл жерде бір ілініп, бұл әннің де кең таралуы, осы бір сөз тартыс болып кетті да, содан кейін халықтың көңілінен көп адам енді 70% айтайық, ұнатты, өйткені барлығы осылай қабылдаған әнді. Кейін біле келе Қадиша өзінің сүйген атастырылған, жаңағыдай құда түскен жарына тұрмысқа шыққанын естідік. Ахан тек бір сол Қадишаның еліне жиынға барған кезде сол Қадишаның сұлулығына, әдемілігіне арнап бір 4 жұмақ сол кезде ән шығарғанын кейін біліп жатырмыз. Енді қазір өзгерте салуға болады, қатты қиын емес. Қатты бір қазіргі уақытта қажеттілік туғызып тұрған жоқ. Мысалға, біз енді ойладық, жігіттер тобының 15 жылдық кешінде осы жіберген қателіктерін болса, яғни енді ел әбден қабылдап алды ғой. Яғни осылай қалады, ел қалай қабылдады? Жоқ, енді мынандай болды да. Бұның жаңағыдай кемшілігін емес, жақсы жағын көретін болсақ, мысалға, сіз сияқты бауырлар бұл әнді білмеуі мүмкін да, Балқадишаны бар екенін ше. Яғни қазір білді ғой енді, Балқадиша деген ән бар екенін, Ахан Серінің жазғанын мысалға білді. Сөзі осындай екен деп жүргендер де көп болды да, енді осындай пікір таластармен, яғни бұның сөзін дұрыс емес екенін тағы да білді. Пайдасын айтатын болсақ та, яғни елге екі түрлі жаңағыдай қате пікірмен және сұрағымен жауабы бірден табылып тұрды. Бұның бір пайдасы. Енді Алла қаласа осы 15 жылдық кеште осы әнді дұрыс нұсқасын орындап шығып, қаласа соман бұл Балқадишаның тақырыбы жабылатын сияқты. Өзгертпеңіз. Иә. Болашақта қойған мақсаттарыңыз бар шығар. Сізде осы уақытқа дейінгі көптеген жетістікке жеттіңіз. Бала бағланның арманы осы ма еді? Мен бірде бір елімізге белгілі олимпиада чемпионы бір досым екеуміз әңгімелесіп келе жатып, осы мен бақыттымын деп айтуға толық болады екен деп айтып жатырмын да. Өйткені өнерде де, спортта да бір жолы болған азаматтардың қатарындамын да. Сондықтан өзімнің арманыма жеттім деп ойлаймын. Бірақ әр белеске, әр сатыға көтерілген сайын адамның арманы таусылмайды ғой. Яғни тағы да қазір, алда қазір енді көзқарас өзгерді, кішкене өмірге деген мақсат. Бұрын бала арман болатын болса, қазір жігіттік арман бар деген сияқты, сол армандардың деңгейі ауысып жатыр. Сондықтан бала арманыма жеттім. Аллаға мыңда бір шүкір. Енді
бір жігіттік арман бар, соған жету керек енді. Арманға жету жолында айла керек деп ойлайсыз ба? Айла керек болса керек шығар, кімге қалай екен білмеймін, өйткені мен өзім айла жасай алмайды екен, қолымнан келмейді. Неге десеңіз, мен былайынан қабылдайтын қулық деп айтып жатады ғой. Қулықты кімдер жасайды? Қулықты ақылды адам жасайды да. Яғни айла жасау үшін де адамға ақыл керек деп ойлаймын. Кішкене ми жұмыс істейтін адам айла жасайды. Ал енді сауаты жоқ, өмірден хабары жоқ, қоғамға түк қызығушылығы жоқ адам онда айла, қулық жасай алмайды деп ойлаймын. Солардың қатарында емес, айла жасамайсыз. Жоқ, мен қолымнан келмейді айла жасау. Бір-екі рет жасап көрейін деген, бірақ көрініп қалады. Көрініп қалады. Расында мен табиғатыма келмейді ол нәрсе. Мен енді қалжыңдап айтамын ғой балаларға. Таза чименский болмағаныма өкінемін кейбір кезде деп ше. Неге десе, біздің енді оңтүстіктің жігіттері көбінесе өзбек көрген, Ташкент көрген деп әзілдің астына алып жатады. Қай жерге барса да Чименттің жігіттері деп, саудада болсын, басқада болсын, алдыңды оратып кетеді деп. Сол бір таза чименский болмағаныма өкінемін деп қалжыңдап айтатын себебім сәл кейбір істерде бостаумын. Қалай айтса болады, сосын кейін сенгішпін. Бір сондай кемшіліктерім бар енді. Мүмкін ол да кемшілік емес шығар. Кез келген нәрсенің өзінің жақсылығы бар ғой. Бәлкім содан бір кейбір осындай қадамдарға бармаған үшін мүмкін Алланың алдында сұрағым жеңілірек болатын шығар, мысалға. Сондықтан енді әркімнің өзінің табиғатына несіне байланысты тіршілігін жасап жатыр ғой. Қоғамда андай нәрсе қалыптасқан, кімнің аға көкесі бар, сол жақсы жерде отырады деген, жақсы нәрсеге жетеді. Ал сіздің жетістікке жетуіңіз үшін аға көкелер көмектесті ме? Дәл менің қазір продюсер болып отқан ағамды алып қарайтын болсам, ол кісі ол бізге жігіттер тобына продюсер болам деп те ойламаған. Ол кісінің өмір бойы басқа кәсіпті дөңгелетіп, бөрінің өмірін өмір сүріп жүрген кісі деп айтайыншы жалпы. Енді бөрі мен серінің азығы жолдағы, ол кісі де мысалы өзінің азығын сол көшеден, даладан теріп жүрген кісі еді. Бұл жерде тек бізде себепші ғана болып қалдық. Мен енді жігіттер тобының жүріңдер Алматыға барайық, Алматыда менің ағам бар. Енді балалардың, бала қиял, бала жігіттің әңгімесі сондай ғой. Алматыға барсаң менің ағам ондай, менің ағам мұндай деп бір балдар отырып алып мақтанады ғой. Соны Алматыға барсақ мен таныстырам, менің ағам ит жүреді, менің ағам мықты деп балдарға әбден мақтауды жеткізген кезде, сөйтіп жүрген кезде бір той жиында мен бір әпкемнің тойында жігіттерді ертіп барып, ағамызбен сол кезде танысып қалдық. Біздің жігіттерді көрді да енді Ерғали ағамыз. Көрді. Одан кейін біз енді шәмшіге қатыстық, бас жүлде алдық. Содан кейін ақырындап газет журналдардан біле бастады да кімдер екен, қаншалықты өнерпаз екеніміз. Сонан кейін Алматыда жүріп, біз ол кісіге звондаймыз Ерғали ағамызға. Бізге Қалдыбек Құрманалиев деген ағамен таныстырыңыз, сол кісінің әнін орындадық. Біз рұқсатын алуымыз керек деп. Яғни қарасаңыз, бұл жерде өзі Алла тағала реттеп қойды да барлығын. Содан Ерғали ағамызға звондаймыз, ол кісі жаңағы Қалдыбек Құрманалиевпен кездестіреді, Исраил Сапарбаевтармен кездестіреді. Ол кісінің өзі де танымайды ол кісілерді онша. Бірақ енді Алматыда жүргеннен кейін еті тірі кісі ғой. Анда-мында әйтеуір номерлерін алып, бізбенен кездестіру ұйымдастырып, сөйтіп ол кісілермен танысып, ортамыз кеңейе бастап, содан Алматыға көшіп келдік. Одан ол кісі бізді алып жүреді, әке-шешеміздің барлығы алдымыздан өткен, Алматыға алып кетейік балдарыңызды деп. Соны Алматыға келіп жүрген кезде жейтін бір ән айтатын жеріміз жоқ, не бір баратын студиямыз жоқ, не бір жазатын әніміз жоқ. Күтпеген жерден бір кісілердің жиынына барып қалдық. Ол кісілер өнерімізді ұнатып қалды, бізге мынандай бір-екі өлең айтып беріңдерші. Ақшасын төлейік жаздырыңдар деп мысалға. Сонымен ақшасын төледі, ол бір-екі ән жаздырдық, жас қалам деген сияқты әндер. Көңілдерінен шықты мысалы. Сөйтіп келдік те, анда сұхбат береміз, мұнда сұхбат береміз, продюсерлердің кім деген екен енді. Келіннің бетін кім ашса солыстық деген сияқты ғой. Осы Алматыға аузымыз аңқиып келген кезде ең бірінші Ерғали ағаның үйіне келіп тоқтағанбыз, сол кісінің көлігімен бірге жүрдік.
продюсерімізмін Ерғали ағамыз деп сөйтіп соңында өзіміз сосын ел жұрт Ерғали ағаны мысалы продюсер қылып жіберді. Мүмкін бәлкім ойлайтын шығар, кейбір кезде сұрақтар болады. Әкеңіздің інісі ғой Ерғали, сізге бір бүйрегі, көзқарасы басқаша болып тұратын шығар деген сияқты. Яғни 4 нан жесек, соның 1,5 нанын саған беретін шығар деген сияқты. Жоқ, олай емес. Кезінде біз рұқсатсыз пәтерде тұрмыз, рұқсатсыз Қапшағайға шомылуға кетіп қалдық. Біз әбден іздеген, енді ол кезде әрқайсымызда жеке телефон болмаған уақыты ғой. Содан бет аузымыз қызарып, кешке дейін суға түсіп, қап-қара болып күйіп келген кезде үйге келсек, жаңа Ерғали ағамыз күтіп отыр. Соны қаяқта жүрсіңдер, мен сендерге бар деп айттым ба, неғып айтып кетпейсіңдер. Яғни бір күтпеген жерден бір кісілерге барып өлең айту керек болған. Біз жаңағыдай балалық немен Қапшағайға шомылуға кетіп қалғанбыз. Сонда ең бірінші, мысалы, мен таяқ жедім сол жерде. Енді өзгелер қорқу үшін әуел өзің тұр дей ма, не дейтін еді. Сол сияқты мен бірінші таяқ жегем. Үнемі сондай болатын. Жаңағыдай жігіттерден бір қандай да бір кемшілік ақаулар кете ма? Бірінші сөзді, таяқты мен алатын. Бұлай өмірде де қазір бір тек ағайындардың арасында ғана аға іні болмасақ, мынау шығармашылықта, жұмыста кәдімгідей ол кісі бастық деген сияқты. Балдарменен бірдей дәрежеміз деп айтсам болады. Біздің енді жеткен жетістігіміз осындай. Тек сәйкестікпен, Алланың қалауымен, біздің ниетімізбен ғана келген. Ал енді өмірде мен мысалы өзімнің бір 2-3 жас кіші інім бар. Інім болғанда жасы кіші ғой, замандас досым әрі. Сол бір ауданның зам әкімі да. Оның өкінішке орай ешқандай көкесі, ағасы жоқ. Оны қалай жоққа шығарамыз мысалға да? Тек ағасы бар, көкесі барлар ғана қызметке отырады, жақсы жерге болады деген. Ол өзі еңбек етті, өзі ізденді, білім алды, білім жинады. Сол өзінің ізденісінің арқасында, өзінің тәжірибесімен, білімімен, мысалы сондай деңгейге жетіп отыр. Енді тағы да бір 4-5 жыл қызмет жасаса, бәлкім бір ауданның әкімі болуы да мүмкін мысалға да. Сіздің ойынша ондай жетістікке жету үшін аға көке керек емес, білім керек. Білім керек. Өйткені жанып тұрған, тұнып тұрған бос адам көрмейсің ғой қазір. Әшейін бір мықты бір электрикті алып қарасаң, оның өзінің қолы бос емес та. Енді кейбіреулер ішіп, бір өз қадірлерін өздері құртып жүргендер болмаса, былайынан қарасаңыз, жай қарапайым электриктің өзі мысалы таптырмайды. Мықты мамандар. Сол сияқты мықты, әр кезде мықты ғой, қай жерде де. Өнер болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін сүріну бар, құлау бар. Ал сіздің бір оңбай бір құлаған өкінішті сәтіңіз бар ма? Бауыржан Момышұлының бір керемет жігіттерге айтқан сөзі бар ғой. Жігітті үш ақ нәрсе құртады деп. Арақ, құмар ойын, сосын әйел. Осы үшеуіне қатты құмар болатын болсаң, онда құрыдың. Содан адас. Одан адам не, өйткені енді жаңа айтып жатырмын ғой, ешкім пәк емес. Ол өмір болғаннан кейін шалынысу деген міндетті түрде болады. Адасу деген міндетті түрде болады. Біз күніге бір қателік жасауымыз мүмкін. Мүмкін емес, жасаймыз да ғой. Енді барлығымыз осы мұсылман болғаннан кейін, Құдай деген адамнан кейін әрбір қателігімізге тек Құдайдан кешірім сұрап, болашағымыздың жарқын болуын ғана тілеп өмір сүреміз. Сол сияқты менде де осы сол Бауыржан атамыз айтқандай, соның біреуіне бір ілініп қалған кезім болған. Ашып нақты айтпай қойын, бірақ мен енді оның бауырларыма, қара көздерге, достарыма, мысалы інілеріме мен тағы да бір ескертіп тұрып айтатын едім. Өйткені болды, басқа жігітке ешқандай кедергі келтіретін ешқандай қауіп жоқ. Тек осы үш нәрседен алыс болса, жар таңдаудан қателеспесе, сосын құмар ойыннан аулақ болса, ол қазірдің өзінде де қазір екінің бірі телефондарына мысалы олимп жазып алған ғой, букмекерскийлер. Ол білінбейді, бірақ түбі бәрібір сәтсіздік, түбі бәрібір берекесіздікке алып келеді. Яғни ішімдікте де сондай.
жай ғана мысал ретінде бір күн ішсең 40 күн мысалға тілегің қабыл болмайды. Өзіңіз ойлаңызшы, бір күн іштің 40 күн тілегің қабыл болмайды. Ал енді пәленбай жылдан бері ішіп келе жатсаң, пәленбай жыл ішіп жатсаң, кешір онда өмір бойы тілегің қабыл болмайтын шығар. Біз үшін батыр мінезді бағланның осы өмірдегі қорқынышы не? Ең бір Құдайдан да сұраймыз ғой, бір имансыз өтіп кетуден қорқам. Талай ғалымдар өмір бойы дін жолында жүріп, имансыз өтіп кеткендерді мысалы тарихтан да кездестіруге болады да. Сондайдан қорқам. Басқа білмеймін, бір алып баратқан қорқыныш жоқ. Бастысы сол иманды бол, өмірден өтіп кетсең болды. Ол қай жасыңда, қай кезде екенін мен бір Алла біледі ғой. Сол имансыз өтіп кетуден қорқам, басқадан қорықпаймын. Жақсы аға, біздің бағдарламаның тұрақты сұрақтары бар. Соларды қойсақ, өзіңізді екі ауыз сөзбен кім деп суреттейсіз? Сері жігіт деп қойсақ та. Сері жігіт. Иә. Сері жігіт теледидардан не көреді? Қазақтың қара баласын. Сері жігіттің өзінің бір күндік өмірі қалай өтеді? Көбінесе кездесулермен той. Бос уақыт жоқ. Бос уақыт жоқ. Сізге қазақтың қай қасиеті ұнайды? Кеңшілігі. Ал қазаққа не жетіспейді? Жанашырлық. Ал сізге не жетіспейді? Шабыт. Ендігі сұрақтарға иә немесе жоқ деп қана жауап берсеңіз. Өзіңізге жиі есеп бересіз бе? Иә. Шындықтан қорқасыз ба? Жоқ. Шындықпен қорқытасыз ба? Жоқ. Зерігуге ішіңіз пысуға уақытыңыз бар ма? Қалай? Зерігуге ішіңіз пысуға уақытыңыз бар ма? Бар. Әлі күнге ұялатын істеріңіз бар ма? Бар. Өлімнен қорқасыз ба? Иә. Бағлан, сері жігіт, өмірде қаншалықты шынайы? Қаншалықты шынайы болғанда оның пайызы бар шығар. 70-50 деген сияқты. Барынша шынайы ғой. Көбінесе шындықты айтуға тырысасыз. Иә. Шындықты ғана айтасыз. Сондай деп айтсақ болады, иә. Енді эфирде бөлек, өмірде бөлек деген сияқты әңгіме жоқ. Өмірде өтірік айтқан сәттеріңіз көп пе, және бүгінгі біздің бағдарламада қаншалықты өтірік айттыңыз? Бүгінгі бағдарламада өтірік айтқан жоқпын. Өмірде де көп айтпаймын өтірік. Бүгінгі бағдарламада тек шынайы сұхбат бердіңіз. Иә. Жақсы Бағлан аға, уақытыңызды бөліп, бізбен әңгімелескеніңізге, әдемі әңгіме жүргізгеніңізге көп алғыс. Төртеуіңіз түгел өнердің шыңында жүріңіздер. Рахмет. Сынағы өмірде таймай дәулетті болайық.